Барлығыңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен панкейк дайындайтын боламыз. Ол үшін біз бір жұмыртқаның үстіне 50 грамм қантты салып араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін осының үстіне 200 мл жылы сүтті құямыз. Қант ерігенше жақсылап араластырдым. Енді осының үстіне 50 грамм ерітілген сары майды құйып араластыратын боламыз. Ары қарай 140 грамм ұнның үстіне 1 шай қасық қопсытқышты салып араластырып, осыны 3-ке бөліп үстіне салып шығамыз. Жақсылап араластырамыз. Қамырым осындай қою болып шықты. Енді осыны пісіретін боламыз. Орташа отта қызып тұрған табаға осылай құятын боламыз. Бетінде осындай ұсақ тесіктер пайда болған кезде аударып шығамыз. Міне біздің жұмсақ әрі дәмді панкейктеріміз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.